Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып айналма қой туралы болады. Айналма қой деген туралы ауыл аймақ мал шаруашылығын ұстайтын адамдар көпшілік естіген болар. Бұл айналма қойының ғылыми түрдегі атауы циноз. Айналма қойы көпшілік мынау ауыл шаруашылығында ауылдық округтерде, ауылда көп кездеседі. Себебі ит ауылда көп. Ол иттерді ешкім емдемейді, ешкім уколын екпейді. Негізі жылына 4 рет итті егіп тұрса, айналма ауруы болмауы мүмкін. Сол себепті иттеріңізді қаратуды ұмытпаңыздар. Бұл ауру тікелей иттің тоқшегінен пайда болады. Сол жерде бұл циноз құрты пайда болады. Сол иттің қиымен жерге түседі. Қой жайылып өткенде сол жерден осы циноз құрты қойдың миына түседі. Қойдың миына түскеннен кейін қой айналма болып шыға келеді. Айналма қойының еті денсаулықтарыңызға зиян емес, оны қолдануға болады. Ал басын міндетті түрде жерге көміп тастаңыз, я болмаса өртеп жіберіңіз. Бұл жыртқыш аңның, я болмаса иттің аузына қайта түспеу керек бұл бас. Себебі бұл құрттың тікелей мақсаты қойды жыртқыш аңның алдына алып беру, содан әрі қарай таралу. Тұқымын солай таратады. Пайдалы ақпарат болса сіздерге осы, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және де лайк басып кетіңіздер. Бәріне рахмет.